Құдай аспан домалақ алам. 5000 жыл болды жаратқанына. Енді ойласаңшы, енді жаман түгіместілік, бітпеушілік. Сондан жарық болды, өмір болып кетті. Махаббаттық 100% заңдық жарық болды. Содан сәуле болды. Шындық. Bir жылдан кейін сен солай, сен жылдарды содан жинап келдің. Уақытты. Bir жылдан кейін сәуле болды, шындық болды. Сәуле, шындық, жан болды. Содан 2 жылдан кейін домалақ бәр жағынан күн сияқты ой болды. Әділетшілік 100% жарық ой болды. Өз-өзіне құдай болдың, соны ойладың. 1 жылдай қалай құдай болам деп, қалай жаратам деп. Енді ойласаңдаршы, жарығынан жаратты. Сол ойынан, сөзінен, жарығынан бүкіл осы жерді, суды, әлемді жаратты. Ана дүниенің домалақ осындай әлем сияқты суда, жерде онда бар, бірақ өсе береді. Солай істеген, солай тоқ. Ішінде тоқтық бар. Тоқ бар, тіремез. Сол өзі аспан домалақ алам болды, мәңгі жаратушы болды. Ұлды 4,5 миллиард жаратты. 1 жылдан кейін дайындап өмірге бүкіл ұлдарды. Соң қыз баланы жаратты, қыздар жаратты. Bir домалақ жұмыртқа сияқты нәрседе. Бүтіндей өз жарығынан. Сөйтіп, ұл әке болады, қыз ана бола алады. Ол сүйек береді, ми береді, қыз жүрек береді, іш құрылыс береді, қан береді. Ана көтен береді, әке әпчи береді. Енді анада басқалай шығар, білмеймін енді қалай. Солай. Енді қыздарға қалай, қандай әпчи береді. Ана береді қой енді. Енді ол әке жолын таңдайды. Енді аласың ғой, таңдамасан да. Қыз бала ана жолын алады. Сол сияқты. Құдай мәңгі жан береді. Солай жаратқанда, әке істегенде, ана жаратсын дегенде, істесін дегенде, Құдай жаратқанда солай мәңгі жан береді. Сол 95%-ға ұлы жарық қасиетті. Құдай, бүкіл жарықтар, бүкіл өмір, Құдайда күнде, түнде, уақытта Құдай. 18% әрбір жанның басында бар. Пайыз да, аттық та Құдайда. Басқа ешкім өз-өзі үшін мәңгі айта алмайды. Мен мысалы өзіме айта алмаймын ондай сөзді. Құдайда ғана, Құдай аспан домалақ ғаламда.